Қайырлы күн, құрметті менің ас үйімнің қонақтары. Бүгін біз сіздермен дәл осы тұрған жеміс-жидектерді суылдатып, теркадан өткізіп, керемет 20 минутта дайын болатын ерекше бір тағам түрін жасайтын боламыз. Бұл тағамның атын жалқау пицца десек те, немесе жалқау қаным десек те болады. Үйдегі бар көкөністерді салып, тез-тез осылай ашып, терканың көмегімен зуылдатып тұрып өткізіп, пачақ-пачағын шығарып дейді ғой, сол сияқты демде зуылдатып теркадан өткізіп алатын боламыз. Кез келген жеміс түрін қолдануға болады, көкөніс түрін, картоп, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, болса баклажан да қолдануға болады. Пияз, капуста, қызанақ, чеснок, укроп, кез келген зелень түрін барлығын салып, керемет бір духовкада 20 минутта дайын болатын ерекше тағам жасайтын боламыз. Үйдегі бар көкөністі қосып істесеңіздер болады. Түске керемет тіске басар. Дәл осылай сәбіздерімізді теркадан өткізіп алатын боламыз, картопты, сәбізді. Енді кезекте капустамызды өте ұсақтап турап алатын боламыз қолдың көмегімен. Болса капуста кесетін теркамен де кесуге болады. Менде болмағандықтан осылай пышақтың көмегімен турап алдым, және де осылай ұсақтап шығатын боламыз. Бар болғаны 20 минутта дайын болатын ерекше тағам түрі. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса, арнама тіркеліп кетіңіздер. Өте керемет болып шығады. Неге осылай капусталарымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Өзі бір ерекше және де өте жалқауларға арналған керемет тағамның түрі екен. Енді осылай пиязымызды да өте ұсақтап турап алатын боламыз. Дәл осындай керемет рецептілерді жоғалтып алмас үшін, мені жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің салған әрбір жаңа видеом сіздерге көрініп тұру үшін. Мен жалпы қол жетімді бағадағы рецептілерді түсіремін. Маған үйдегі бар дүниені пайдалана отырып, ерекше бір дүние жасаған ұнайды. Мінеке осылай қызанақтарымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Аса бір көп затты да және де көп қаражатты да қажет етпейтін тағамдар. Үйдегі бар дүниені қосып жасай берсеңіз, махаббатпен жасасаңыз, ең бастысы кез келген тағам түрі өте дәмді болып шығады. Мінеке, енді дәл осы туралған ыдыстарымызға тұзымызды, бұрышымызды, кез келген приправамызды, паприкамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен осы ыдысқа араластырдым. Сіздер егер ыдыс былғағым келмеді, өзгеше ыдыстарды, өзі жалқау тағам болғандықтан басқалай үлкендеу ыдысқа салып жақсылап араластырып алсаңыздар да болады. Енді бетіне құятын начинкасын дайындайтын боламын. Мен осылай жұмыртқаларды жарып, 3 жұмыртқа қолдандым. Сіздер 3 немесе 4 қолдансаңыздар да болады. Жоқ болса 2 де қолдануға жарайды. Осылай жұмыртқаларымызды жарып алып, үстінен 2-3 ас қасық сүт немесе кішкене ғана 2 қасықтай айран құятын боламыз. Және де шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен айран қостым, 2 қасық айран қостым. Енді үстінен 4 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы кезде кішкене паприканы да қосып жіберуге болады. Егер паприка табылмаса, онда кішкене қасықтың ұшында томат пастасын салсаңыздар да болады. Дәмі өте ерекше және де бір жасағаннан шығатын керемет тағам түрі екен. Мүмкін жалқау пицца немесе жалқау қаным деп айтуға да болады екен. Мен осылай кішкене бір жарты шайни ложкадай паприка салдым. Соусы десек те болады бұны біздің.
Осы кезде пешкаларыңызды кішкене қыздырып қойсаңыздар болады, және қызып тұрған пеште 180-200 градуста бір 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей начинкамызды осылай бір тегіс етіп құйып шығатын боламыз. Және де айта кетуді ұмытып кетіппін, кішкене қасықтың ұшында ғана қопсытқыш салып жібереміз осы начинкамызға, біздің ұнымыздың кішкене көтеріліп пісуі үшін. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста пештеріңіздің қызуына қарай пісіріп алатын боламыз. 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Неке біздің тамағымыз дайын, түрі өте әдемі. Егер үйде бар болса, пісіп болған кезде кішкене сырды сеуіп жіберуге болады. Онда пицца деуге болады. Егер сырды сеумесеңіздер, сыр қоспасаңыздар, қаным деуге де болады. Неке осылай жақсылап кесіп, пышақтың көмегімен немесе лопатканың көмегімен жақсылап алып ұсынсаңыздар болады. Міне дәмі өте ерекше бір. Мен осылай кішкене майонез қосып ұсындым дастарханға. Неке дәмі өте әдемі болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.